Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз изомальттан леденцы жасаймыз. 100 грамм изомальтты ыдысымызға салып, астына от қоямыз. Изомальт ери бастаған кезде отын ағындатамыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Пищевой красительді ертпей тұрып, немесе ертіп алған соң қоссаңыздар болады. Қасықтың ұшымен кішкене қоссаңыздар жетеді. Изомальт қоюланғанша күтеміз. Негізі термостойкий силиконовый коврикқа құю керек. Менде ол болмаған соң жай силиконовый коврикқа құйып жатырмын. Құйып алған соң таяқшамызды қоямыз. Леденцы жақсы шығу үшін қасықты қозғалтпай бір нүктеге қарап құю керек. Және ковригіміз тегіс болуы тиіс. Изомальтымыз тез қатады. Сол үшін баяу отқа қойып ерітіп, құюды жалғастырамыз. Қалауымызша посыпка себеміз. 5-10 минутта изомальт қатып, леденцы дайын болады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуіңізді сұраймын.